Қазір миллиондаған қазақтардың басында несиесі бар. Халықтың айлығы аз болғаннан кейін көп адам осы несие алуды қалыпты жағдайға айналдырып алған. Бұл да бір құлдықтың заманауи түрі десек те болады. Басында несиесі бар адам ай сайын айлығының жартысынан көбін банктерге құяды, ал айлығы аз немесе айлығы жоқтар несиені несиемен жауып жүр. Кейбір ата-ана кішкентай балаларын есігінің сыртынан құлыптап кетіп, күндіз-түні жұмыс істеуге мәжбүр. Бұл да бір отбасының бұзылуына, балалардың үйде, мектепте, көшеде, жалпы өмірде тәрбиелерінің бұзылуына ықпалын тигізіп жатыр. Ата-ана күніге көшеде, жолда ақшаның соңынан, қарыздың соңынан жүрген кезде балаларына мейірім бере алмайды. Ал үйде жылу, махаббат, мейірім болмаған кезде адамдарда қалай қуаныш болсын? Ойлап қараңыздаршы, біздің ата-аналарымыз несие алмаса да бақытты, берекелі өмір сүрді ғой. Ал қазір бізде береке, бірлік деген жоқ. Несиесі қарызы бар адам ешқашан жақсы ойды ойлай алмайды. Алтына жақсы мақсат, жоспар да құра алмайды. Қоғамға да пайдасын тигізе алмайды. Сондықтан ағайындар, бауырлар, аш қалсаңыздар да, істеріңіз жүрмей жатса да, дүниелеріңіз өзгеден кем болып, дүние жетпей жатса да, несиеге жоламаңыздаршы. Адамның бұл өмірдегі миссиясы дүниенің соңынан құл болу емес, о дүниеге жақсы амалдарды ғана алып бару.